Кешір құрметті ағайын, қазір мен сіздерге алаш аманаты күйін бастапқы бөлімін түсіндіретін болам. Қалай тарту керек міне. Бірінші міне ашық қарапайым түрде түсіндірім. Міне бірінші ашық төменге. Сосын 8-ші пернені басамыз да жоғары. Сонда қосамыз, 3 қағыс болады. Та деген әуен шығады. Міне 3 қағыс түсіндірдім, енді әрі қарай 7-ші перне енді басам. Міне 7-ші перне. Санадым ғой, 1 2 3 4 5 6 7. 7-ші пернені төменге қағам. Сосын 8-ші перне жоғарыға. Сосын 10-ші перне жоғарыға. Сонда 6 қағыс болды, бастапқымен қосайын. Енді әрі қарай 10-ші пернені мына жерде басынан бастап түсіндірейін. Тағы да міне төменге ашық, 8-ші перне жоғары. Сосын 7-ші перне төмен, 8 жоғарыға, 10 жоғарыға. Сосын 10 төменге, сосын 7-ге қайттан келеміз жоғарыға. Сонда 1 төмен 2 жоғары қағыс қой басында міне. Төмен, сосын жоғары. Сосын 7, сосын 8, 10, сосын 10, 7. Сонда мынадай әуен шығады. Сосын бұны тартып болғаннан кейін 8-ші пернеге барамыз. Міне 8-де 2 қағыс тұрамыз да, міне төмен, жоғары, сосын 7-ге барамыз. Осыны қайталаймыз тағы. Сосын 5-ші перне төмен, жоғары. Міне бірінші жолы аяқталды. Басынан бастап көрсетейін қосып. Міне осыны тағы екінші жолда қайталау болу керек. Екі жолда да осы қайталау. Осы бірінші жолын үйреніп алыңыздар, міне қиын емес. Ал сәттілік, тағы екінші видео сабақта екінші бөлімді күтіңіздер. Ал сәттілік.